Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Алина News ең үздік ақпараттық жобаның жаңа жылдық шығарылымы. Бүгінгі шығарылымды қорытынды жасаудан бастаймыз. Биыл біз серіктестеріміз, клиенттеріміз, жоғарғы оқу орындарында және қызметкерлеріміз үшін 120-дан астам іс-шара өткіздік. Алина Group командасына 531 жаңа қызметкер қосылды. Осы жылы 56 алиналық мансаптық өсімге қол жеткізді. Ал Аққуда оқудан өткендер саны 1300 адамдардан құрады. Баршаңызды осы жағымды жаңалықтармен құттықтаймыз. Желтоқсан ғажайыптар уақыты. Нағыз жаңа жылды ғажайып Қазыбаева көшесіндегі кеңсенің алиналықтары Арди орталығының 50 тәрбиеленушісіне сыйлады. Компания қызметкерлері балаларға тамаша сыйлықтар сатып алып, салтанатты табыстау жаңа жылдық мерекеде өтті. Балалар мен олардың ата-аналары алиналықтарға шынайы алғыстарын білдіріп, 2026 жылға тамаша тілектерін жолдады. Мерекеден артық не бар? Тек екі мерекенің қатар келуі ғана. Дәл осылай барлық қалалардағы алиналықтар компанияның 36 жылдығы мен жаңа жылды бірге атап өтті. Алматыдағы іс-шараға Алина Group негізін қалаушы Ерлік Балфанбаев пен халықаралық серіктестеріміз қатысты. Ал енді жобамыздың қорытындысын шығаратын уақыт келді. Осы жылы біз Алина News'тың 30 шығарылымын жарыққа шығарып, компания мен оның брендтері туралы 120 жаңалықпен бөлістік. Жаңалықтар географиясы Алина Group барлық қалаларды қамтыды. Ал YouTube пен Instagram'дағы жалпы қаралым саны 100 мыңнан асты. Шығарылымды дайындаған, жаңалықтармен бөліскен және Алина News'ты көрген баршаларыңызға алғыс айтамыз. Бірге біз ішкі коммуникациялар саласындағы үздік жоба ретінде қазақстандық сыйлықтың бірінші орнын жеңіп алдық. Алина News жүргізушілері 42 алиналық болды, ал жаңалық сюжетінде 180-нен астам қызметкер қатысты. Ал енді English Cup'тан шағын сыйлық. A New Year's toast for Alina Group we send. May peace and growth your future path attend. Let every goal be met, each dream come true, and may good things flow straight from life to you. 2026 жыл әрқайсымыздың арқамызда жақсы жаңалықтар одан да көп болады деп сенеміз. 26 жыл қайта кездескенше.